Семипалатная деп атаған. Семипалатинск атауы осыдан шығып отыр. Ол туралы 18 ғасырда өмір сүрген Ресей империясының ғылыми тарихнамасының негізін қалаған көрнекті зерттеуші, шыққан тегі пруссиялық саяхатшы әрі тарихшы Герхард Фридрих Миллердің еңбектерінде кездеседі. Жеті шатыр деп аталып жүрген қорғандар ертістің шығыс жағалауынан орын тепкен. Қалмақтар оны Дархан Зоржин Кит деп атайды. Олар ғибадатхананы Дархан Зоржи деген діндар адам келіп салдырған дейді. Ал мен Сібірдің көне қаласы Түменнің архивінен Михаил Федорович патшаның 1616 жылғы грамотасын тауып алдым. Онда бұл ғимараттар тас мешіттер ретінде сипатталған. Бірақ Миллер мырза кішкене қателесті. Патшаның грамотасындағы тас мешіттер қазіргі Павлодар облысы Май ауданының аумағындағы Қалбасын мұнарасы еді. Оны Қалбаласын немесе Қалбасұғын мұнарасы деп те атайды. Ол 9-10 ғасырлардағы қимақ дәуіріне тиесілі екені айтылады. Фридрих Көкес ол қалмақтың храмдарына таяу тұста жеке тұрған шошақ мұнара тәрізді ғимарат туралы да баяндаған. Әлгі Қалбасын мұнарасымен шатыстырып жүрген де сол. Ал қазақтарда ертіс сүмбесі, қалмақша ертісін